Сәлем достар, бүгін осындай керемет люлек кебаб жасаймыз. Міндетті түрде каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ол үшін пиязымызға құйрық май қосып блендерден өткіземіз. Міне осындай болғанға дейін. Одан кейін фаршқа пиязымызды саламыз. Үстінен зира, имбирь, қара бұрыш және тұз қосамыз. Өзіңізге ұнайтын специяларды қоссаңыз болады. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін бетін жауып, холодильникке 30 минутқа қоямыз. Енді шпажкаларымызды 30 минут суға қойып қоямыз. Одан кейін қолымызды сулап, аз-аздан фарш алып шпажкаға жабыстырамыз. Мен екі таяқ алдым, себебі мен шпажкаларым жіңішке болды. Артығын алып тастасаңыз болады. Шпажкаңыздың формасына байланысты, ұзындығына байланысты керек жеріне қосып, осылай бәрін бір көлемде қылып дайындаймыз. Мен жартысын морозилкаға қойдым, себебі бізге жартысы да жетеді. Одан кейін астына фольга қойып, 30-40 минутта 180 градуста пісіреміз. Астындағы қаралар ол майлары, аққан майлары. Осындай әдемі болып шықты. Ортасы қызыл болмай, барлығы пісті, шикі болған жоқ. Өте керемет дәмі, тура шашлықтың дәміндей. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар. Келесі видеоларым көрмес үшін колокольчик басыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.